Сәлем баршаңызға, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай ПП рулетиктер, яғни баклажаннан жасалған дастарханыңыздың сәнін ашатын рулетиктердің жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше тіске басарымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен бізге алдын ала жуып тазартып алған осындай баклажандар қажет болады. Баклажандарымызды дәл видеодағыдай қатты қалың да, жұқа да емес, орташа қалыңдықта кесіп алатын боламыз. Неге баклажандарымызды кесіп алдық. Енді ащы дәмінен арылу үшін бетіне аздап тұзымызды сеуіп, кемі 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Және де 2 жұмыртқамызға аздап тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл тіске басардың тағы бір ерекшелігі, ешқандай майға қуырмайсыз, бар болғаны духовкада пісіріп алатын боламыз. Осы баклажанымыздың бір бетін ғана жұмыртқамызға батырып, содан соң панировочный сухаримізге батырып, противенімізге шетінен орналастырып отыратын боламыз. Бір жасағаннан шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бар болғаны 15-20 минут қана уақытыңыз кетеді. Неге барлығы дайын, енді алдын ала қызып тұрған 200 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің баклажанымыз пісіп болғанша соусымызды дайындаймыз. Соусқа біз майонез және де сарымсақты пайдаланатын боламыз. Және де начинкасына қызанақты пайдаланамыз. Қызанақтарымызды дәл видеодағыдай майда етіп турап алатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Достар, менің арнамда басқа да қолжетімді пирогтар, тіске басарлар және де салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Неге баклажандарымыз пісіп шықты. Енді тіске басарымызды орайтын боламыз. Арасына ең алдымен соусымызды жағамыз және де начинкамызды салып, рулет пішінде орайтын боламыз. Егер сіздерде үйде салатный лист болса, оны да қосып жасасаңыздар болады. Салатный лист сіздің тіске басарыңыздың түрін және де дәмін одан сайын аша түседі. Көріп тұрғандарыңызда жасау жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болған рулетиктерімізді дастарханға ұсына берсек болады. Ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.